Сәлем дарын онлайн қолданушылары. Алдыңғы сабақта біз Anaconda ойнатқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта Anacondaдан басқа орталармен Python программалау тілін жазуға болады ма және қандай жолдары бар? Сол жайында сөйлесетін боламыз. Python кодын ашып немесе кодты жазудың үш жолын қарастыруға болады. Олар мәтіндік редакторлар, немесе IDE және блокноттар. Біздің сол қарастырған Anacondамыз ол блокноттарға кіреді. Мәтіндік редакторлар. Қарапайым текстік файл ашуға болады, яғни HTML, Python немесе Java. Бірақ мәтіндік редакторларда Pythonның барлық мүмкіндіктері қарастырылмайды. Мүмкіндіктері дегенімізде біз білеміз, басқа программалау тілдерінде сөйлемнің соңы аяқталса біз үтіріңкте қоятын едік. C++-те, Java-да, Pascal-да, соған ұқсаған тілдерде. Ал Pythonда қатардың аяқталғанын, яғни Enter батырмасы білдіреді. Сондай жағдайларда мәтіндік редакторлар ондай мүмкіндіктерді қарастыра алмайды. Кеңінен қарастырылған мәтіндік редактор ретінде Sublime Text пен Atom'ды қолдануға болады. Бұл басқа бағдарламалау тілдерінде көп жағдайда JavaScript-те немесе Java-да, C++-те код жазған кезде осы Atom немесе Sublime Text-ті қолданады. Бірақ Sublime Text көп жағдайда ақылы болып келеді, бастамасында тегін болуы мүмкін, бірақ кейін егер ұнап жатқан болса, оған қосымша ақша төлеу қажеттігі туындайды. Келесі IDE деп аталынады. Арнайы Python кодын жазуға арналған орталар, ол жер үлкен программа болып табылады. Бірнеше адамдармен немесе компанияда жұмыс жасаған кезде осы IDE-ні қолданған өте тиімді. Көп жағдайларда IDE-лар ақылы болып келеді, себебі ол бірнеше адамдар бірігіп отырып программа жазуға қолданады, немесе компаниялар осы IDE-ні қолданады. Алғашқы өзіміз жазып көруіміз үшін бізге демо нұсқасы жеткілікті. Кеңінен қолданылатын IDE ол PyCharm. Anacondaның орнына PyCharm'ды қолдансаңыздар болады, әрине бета версиясын немесе демо версиясын қолдану арқылы. Блокноттар Notebook Environment деп аталынады. Ол үйрену үшін ең тиімді, енгізіп жауапты бірден алуға болады, яшықтармен жұмыс жасауға болады. Ол блокноттарға фотолар, видеоларды жүктеуге болады. Біздің алдағы уақытта Python программалау тілінде біз осы блокноттың ішіндегі Jupyter Notebook ортасын қолданатын боламыз. Маңызды ескерту. Осы айтылған бөлімдердің ішінде сіз өзіңізге қалаған кез келген қолдансаңыз болады. Sublime Text, немесе PyCharm, немесе Jupyter Notebook, немесе одан да басқаларын. Өзіңізге қайсы тиімді, соның барлығы алдағы уақытта біз жазатын кодтармен орындалады. Ал біз Anacondаны ашып, алғашқы бағдарламаны сақтайтын боламыз. Ол үшін біз пуск все программы, Anaconda 3, Anaconda навигатор ортасын ашамыз. Anaconda көп жағдайда браузермен жұмыс жасайды. Егер сізде стандартты қай браузер тұрған болса, сол браузер бірден ашылуы мүмкін. Ол сізде Google Chrome болуы мүмкін, Яндекс болуы мүмкін, Mozilla болуы мүмкін. Менде стандартты Mozilla ашылады. Қазір бізде Anaconda навигатор ашылды. Соның ішінде біз Jupyter'ды ашамыз, Jupyter Notebook. Егер басқа бөлімдерін Jupyter Lab, SMD, Exe ашып көрем десеңіздер, документациясынан оның не екен, немесе онымен не жұмыс жасауға болатынын қарасаңыздар болады, немесе Learning бөлімін ашу арқылы осы жайында қысқаша мәлімет алуға болады. Бірақ біз алдағы уақытта Jupyter Notebook'ты қолданамыз. Браузерда Jupyter Notebook ашылғанымен ол ешқандай интернетті қажет етпейді, ол localhost арқылы, яғни локальный арқылы ашылады. Осы жерде біз өзімізге бірінші файл құрып аламыз, сол файлдың ішіне, сабақтың ішінде қандай жобалар жасаймыз, соның барлығын сол жерге сақтайтын боламыз. Ол үшін оң жақ бұрышта New Folder, яғни жаңа файл ашамыз, жаңа файлға атын ауыстырамыз. Бізде міне Untitled Folder дейді, несколько секунд назад ашылған. Таңдаймыз, одан кейін жоғарыға өтіп, Rename атын береміз. Rename'ға біз дарын сабақ, Rename, дарын сабақ дейтін файл аштық. Дарын сабақтың ішін ашқаннан кейін ішіне жаңа Python бағдарламасын құрамыз. Ол үшін тағы да New Python 3 батырмасын басамыз. Бізге жаңа вкладкаге жаңа Python'да жазылатын текст ашылады. Мінекей, бүгінгі біздің алғашқы Jupyter Notebook'те бағдарламалайтын ортамыз ашылды. Бүгінгі сабақта ең алғашқы бағдарламамызды жазып, бағдарламаны сақтап, сабақты аяқтаймыз.
ең көп қолданатын программалау тілінде ол hello world немесе сәлем әлем сөзі. Print сәлем әлем. Run. Орындаймыз. Қазір бізде сәлем әлем тексті пайда болды. Бағдарламаны сақтаймыз. File. Close and hold. Мына бізді untitled болып тұр. Белгілейміз, атын ауыстырамыз. Алғашқы бағдарлама. Rename.